ақш-тағы орналасқан Рашмор тауы архитектураның ерекше шешімі болып табылады. Ондағы 4 президенттің бейнесі бейнеленген архитектуралық монумент өте ерекше. Бірақ сол президенттің бірі Акбар Лингверттің басында құпия бөлме барын біліп пе едіңіз? Меніңше жоқ. Дәл осы құпия бөлменің пайда болу заңдылығы мынада болған. О бастан скульптордың идеясы бойынша онда 4 президент, кейіннен барлық монументтегі ақш-тағы белгілі даталар орналасатын үлкен монумент болу керек болған. Бірақ қаражаттың тапшылығы мен уақыттың тапшылығына байланысты ол жерде 4 президенттің басы ғана қашалып жасалынады. Кейін архитектордың шешімін әрі қарай жалғастыру үшін үкімет оған сол ашық бөлмедегі президенттің басының ішінде жасырын музей орналастыруға рұқсат беріледі. Музейде сол ақш-тағы барлық даталар, кезеңдермен, түрлі үлкен даталармен орнатылған музей болу керек болған. Өкінішке орай скульптор өз жобасын, идеясын іске асыра алмай дүниеден өтті. Содан бері жасырын бөлме жабық, мұражай іске қосылмады.